Баршаңызға сәлем. Егер сіз бауырдың дәмін ұнатпасаңыз, бауырдан жасалған торттың дәмін міндетті түрде татып көріңіз. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Ал бастайық. Менде мына жерде сиырдың бауырын майдалап турап, блендермен езіп алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, ет тартқыштан өткізсеңіздер болады. Міне осындай масса шықты. Ендігі кезекте жұмыртқаның ішіне сүт және ұнды жаймен қоса отырып, венчикпен араластырып, түйіршіксіз масса шығарамыз. Енді осы дайын болған массамызды жаңағы бауырдың ішіне құйып, екеуін араластырып жібереміз. Менде ішінде езілмей қалған бауыр болғандықтан осындай погружной блендермен тағы да езіп алдым. Одан кейін ішіне татымына қарай тұз және де қара бұрыш араластырып жібереміз. Одан кейін ішіне сұйық май қосып жібереміз. Сонымен массамыз дайын. Табамызды майлап, қатты отта блинчик сияқты пісіріп аламыз. Бір беті шамамен 1 минуттай піседі. Біздегі масса уақыт өте келе қоюланады. Сол кезде кішкене сүт қосып араластырып жіберсеңіздер, бізде жұп-жұқа блинчиктер осылай пісіп шығады. Ал енді зажаркамызды дайындайық. Менде мына жерде 3 кішкентай пияз, егер үлкен болса 2 жетеді. Пиязды майдалап турап аламыз. Сәбізімізді үкіштен өткізіп, кішкене майға пияз бен сәбізді әдемілеп көріп аламыз. Отта көп ұстаудың қажеті жоқ, кішкене сәбізін жұмсарса болғаны, сонымен біздің зажаркамыз дайын. Мен ішіне паприка, қара бұрыш, тұз сеуіп жібердім. Соусымызға майонезге майдалап туралған чеснокты қосып араластырып жібердім. Ал енді тортымызды жинайық. Бауырдың үстіне соусымызды жағып, одан кейін қуырылған пияз бен сәбізді жаға отырып, келесідей осылай қайталап отырамыз. Тортымыздың ең соңғы қабатына майонезді жағып, одан кейін жуылып кептірілген укропты майдалап турап, үстінен сеуіп жібереміз. Мен сәндікке қызанақты алып, жұқалап, турап, одан кейін осылай созамыз да орасақ әдемі гүл шыға келеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.